Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен Айгерім өзімнің каналымда дәмі ауызда еритін өте жұмсақ және де дастарханның көркін келтіретін дәл осындай шоколадты чизкейк дайындайтын боламыз достар. Бұның құрамында ешқандай да карамель де және де ешқандай да вареный сгущенка да қолданылмайды достар. Менің өзіме де және де менің отбасыма да өте қатты ұнаған пирогтың түрі достар. Мен өзіме ұнағаннан кейін сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Ал егер де маған рецепт ұнамаса, мен сіздермен бөліспеймін. Оны сіздер жақсы білесіздер, иә достар. Және де менің YouTube каналымда қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын, бір жасағаннан шығатын, үйдегі бар заттардан дайындалатын басқа да пирогтар мен кекстардың рецепттері бар достар. Міндетті түрде өтіп, менің каналыма тіркеліп, егер ұнаған болса, лайктарыңызды басып кетіңіздер достар. Менің видео рецептімді тамашалау үшін менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар достар. Ең алдымен біз шоколадты чизкейктің тестасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған осындай сары майымызды саламыз. Оның үстіне сахарный пудрамызды салып алатын боламыз. Және де бір дана жұмыртқамызды бөліп салып аламыз. Енді осы үшеуін жақсылап тұрып венчигіміздің көмегімен араластыратын боламыз достар. Енді осының үстіне ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымызды илейтін кезде осы аралықта ұнның үстіне қопсытқышымызды да салып алатын боламыз достар. Және де жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей достар, менің қамырым осындай өте жұмсақ, хош иісті болып шықты. Енді осыны салафанымызға салып, тоңазытқышқа қалдыратын боламыз жарты сағаттай. Ал осы аралықта шоколадты чизкейкіміздің салмасын дайындайтын боламыз. Салма үшін бізге ең алдымен 3 дана жұмыртқа қажет болады. Барлығын бөліп салып алатын боламыз ыдысымызға. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды саламыз. Және де какаомызды салатын боламыз. Мен сіздерге барлық құрамын астына толықтай қалдырып кететін болам достар. Үшеуін біріктіріп, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Бізде дәл осындай түсті сұйықтық пайда болу керек. Енді осының үстіне шоколадымызды дайындайтын боламыз. Бізде шоколадты чизкейк болғаннан кейін кез келген шоколадымызды алып, оның үстіне сары майымызды салып, микроволновкамызда ерітіп алатын боламыз достар. Біздің шоколадымыз құрамында ешқандай түйіршік болмай, жақсылап еру керек достар. Енді осыны сұйықтығымызға салатын боламыз. Чизкейкімізді міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста қызарып піскенше, яғни 30-35 минуттай болуы мүмкін. Сол аралыққа дейін пісіріп аламыз достар. Мінекей достар, менің шоколадты чизкейкімді пісіп шықты. Міндетті түрде суығаннан кейін барып кесіңіздер достар.
Менің чизкейкім өте жұмсақ әрі хош иісті және де дастарханның көркін ашатын сәнді. Сіздер де міндетті түрде үй жағдайында отбасыларыңызға жасап беріңіздер және де менімен бөлісуді ұмытпаңыздар, достар. Егер де менің видео рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайктарыңызды басып, комментарийге пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, достар. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецепттермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар, достар.